Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгіннен бастап, яғни 23 қаңтардан бастап қасиетті 3 айға кірдік. Ережеп айы бастапқы ай, Алла тағаланың айы деп аталады. Одан кейін Шағбан айы, одан кейін Рамазан айы. Ережеп айында ораза ұстаған адамның Алла өткен күнәләрін кешіреді. Ережептің басында, ортасында, аяғында ауыз бекіткен жан бір ай ораза ұстағандай сауап алады. Ережеп айында біреудің мұқтажын өтеген жанға Алла тағала Фирдаус жаннатынан сарай тұрғызады. Бұл айда өзгеге сый құрмет көрсеткен Алланың сый құрметіне ие болады. Осы айда бір күн ораза ұстаған жан жаннаттағы балдан тәтті сүттен ақ ережеп атты өзеннен сусындайды. Ережепте құлшылық еткен жан қабір азабынан құтылады. Ережептің алғашқы түнінде дұғалар сөзсіз қабыл болады. Бұл айда істелген сауап пен күнә 70 есе өседі екен. Кімде-кім ережеп айында сауабын Алла тағаладан үміт етіп, ықыласты түрде бір күн ораза тұтатын болса, Алланың разылығын иеленеді. 2 күн ораза тұтқан адамның сауабы 2 есе болады. Әрқайсысы бір таудай болады. 3 күн ауыз бекіткен адам дүние бәлесінен, ақырет азабынан, жындану, алапес ауруынан, таджалдың кесірінен аман болады. 7 күн ораза тұтқан адамға тозаққа түспес үшін 7 тозақ қақпалары жабылар. 8 күн ораза тұтқан адамға жұмақтың қақпалары ашылады. 10 күн ораза тұтқан адамға Алла тағаладан не сұраған болса сұрағаны беріледі. 15 күн ораза тұтқан адамның алдыңғы күнәләрін кешіреді де жамандықтарын жақсылыққа ауыстырады. Ал егер оразасын келесі күндер жалғастыратын болса, сауабын одан әрі арттыра түседі. Ережеп айы кіргенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Я Аллам, ережеп пен Шағбанның берекесін беріп, Рамазан айына қауыштыра көр» деп тілейді екен. Біздікі де дұға болу қажет. Бір оқиға айтып берейін. Ережеп айы кірген кезде мынандай оқиға болған. Бір жігіт пен бір қыз екеуі зина жасайын деп атады далада түнгі уақытта. Сол кезде жаңадан ай шыққанын көреді. Сол кезде жігіттің есіне ережеп айы кіргендігі бірден түседі. Жоқ, мен бұл айда зина жасаудан, күнә жасаудан мүлдем бас тартуым қажет. Өйткені олар 70 есе көбейеді деп өзі Алла тағала бойұсынып зина жасаудан бас тартқан болатын. Сондықтан құрметті оқырмандар, ережеп айында барынша көп жақсылық жасап, және де көп жақсы амалдар жасап, дұғалар етіп, зікір айтып, Құран оқып, намазды көбейтіп, ораза ұстап өткеніміз өзімізге осы дүниеде де, арғы дүниеде де пайдалы болады. Сіздермен болған Иман 100% арнасы. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум.